Сәлеметсіңдер ме студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз қатты денелер құрылымы және ондағы ақаулар. Қатты дене дегеніміз заттың агрегаттық күйі. Пішінінің орнықтылығымен және атомдарының жылулық қозғалыс әсерінен тепе-теңдік қалпының маңында мардымсыз аз тербелістер жасайтындығымен сипатталады. Атомдарының орналасу сипатына қарай қатты денелер кристалдар және аморф денелерге бөлінеді. Кристалдар атомдары кеңістікте белгілі бір тәртіппен орналасады. Сондықтан оның қасиеттерінде кеңістіктік периодтылық байқалады. Ал аморфтық денелерде атомдар бей-берекет орналасқан нүктелердің төңірегінде тербеліп тұрады. Қатты денелердің құрылымы қатаю процесінің өту ерекшелігіне, балқыманың құрылымы мен табиғатына байланысты анықталады. Қатты дене қасиеттерінің табиғатын кванттық теория негізінде ғана толық түсінуге болады. Кристалдардың кванттық теориясы аморф денелердің кванттық теориясына қарағанда толығырақ зерттелген. Қатты денелердің қасиеттерін оның атомдық молекулалық құрылысы, атомдар, иондар, молекулалар және электрондар, атомдық ядролар бөлшектерінің қозғалыс заңдары арқылы түсіндіруге болады. Қатты денелердің макроскопиялық қасиеттері туралы деректерді жинақтау мен жүйелеу 17 ғасырда басталды. Қатты денелерге әсер ететін механикалық күштерді, жарықты, электр және магнит өрістерін сипаттайтын бірнеше эмпирикалық заңдар ашылды. Оларға Гук заңы, Дюлонг және Пти заңы, Ом заңы, Видеман-Франц заңы мысал бола алады. Металдық кристалдар. Металдық кристалдарда иондар мүмкіндігінше бір-біріне жақын орналасады. Әдетте олардың әрқайсысы 12 көршілес ионмен қоршалады. Олардың 6-ы бір жазықтықта, 3-еуі үстіңгі жазықтықта, ал қалған 3-еуі астыңғы жазықтықта орналасады. Мұндай орналасу сфера пішіндіге жақын, мүмкіндігінше ең тығыз орналасу болып табылады. Мұндай реттелген орналасу кристалдың барлық жерінде қайталанады. Нәтижесінде металдар қабатталған құрылымға ие болады. Металдық кристалдар өте ұсақ болады, ал металдар көптеген сондай кристалдардың тығыздалуынан құралады. Оларды микроскоп арқылы қарағанда жеке кристалдардың шеттері белгіленген дән түйіршіктері түрінде көрінеді. Металл тұздары сияқты иондық қосылыстар иондық кристалл деп аталатын қатты күйдегі катиондар мен аниондардың реттелген құрылымын түзеді. Мысалы, натрий хлоридінің кристаллында әрбір натрий катионы октаэдр тәрізді орналасқан 6 хлорид анионмен қоршалған. Әрбір хлорид ион сәйкесінше 6 натрий ионмен қоршалады. Пайда болған алып құрылымда таңбалары қарама-қарсы иондар, таңбалары бірдей иондармен салыстырғанда бір-біріне жақынырақ орналасады. Электростатикалық әрекеттесу күші зарядтар арасындағы қашықтық квадратына кері пропорционал болғандықтан, қарама-қарсы таңбалы иондар арасындағы тартылыс күші таңбалары бірдей иондар арасындағы тебіліс күшінен артық болады. Нәтижесінде барлық иондар кристалдық торда тығыз орналасады. Иондардың белгілі бір ретпен орналасуы кристалдардың геометриялық пішінін анықтайды. Әдетте иондар кристалдардың пішіні кішкентай болады. Сондықтан иондық қосылыстар микрокристалдық ұнтақ формасында болады. Дегенмен белгілі бір жағдайларда иондық кристалдар үлкен өлшемге дейін жетуі мүмкін. Молекулалық кристалдар. Молекулалық қатты денелерде кристалдық тор реттеле орналасқан бөлек молекулалардан тұрады. Молекулалар өзара дисперсиялық күштер, диполь-дипольдік әрекеттесулер немесе сутектік байланыс сияқты молекулалық күштер арқылы байланысады. Қатты күйдегі иод бір-біріне тек қана әлсіз дисперсиялық күштер арқылы тартылатын полюссіз молекулалардан тұратын молекулалық қатты затқа мысал бола алады. Қатты күйдегі күкірт диоксидінде молекулалардың жоғары полюстігіне байланысты диполь-дипольдік тартылыс әрекеттесуінің негізгі түрі болады.
Мұзда су молекулалары сутектік байланыстар желісі арқылы байланысады. Молекулааралық күштер металдар мен иондық қосылыстарда болатын электростатикалық тартылыстан әлсіз болғандықтан молекулалық кристалдар әдетте жұмсақ әрі балқу температурасы төмен болады. Бейтарап молекулалардың қортқы электр заряды болмайды, сондықтан молекулалық қосылыстар қатты күйде де, сұйық күйде де электр тоғын өткізбейді. Макромолекулалық кристалдарда барлық атомдар коваленттік байланыстар арқылы байланысып, үш өлшемді құрылым түзеді. Кремний диоксиді немесе кварц макромолекулалық кристалдардың ең кең таралған түрі. Әрбір кремний атомы тетраэдр түрінде орналасқан 4 оттегі атоммен қоршалады. Әрбір оттек атомы келесі кремний атоммен байланысып, реттелген үш өлшемді кристалдық тор түзеді. Атомдардың жүйелі орналасуын кварц кристалдарының геометриялық пішінінен көруге болады. Барлық атомдарды күшті коваленттік байланыспен байланысқан макромолекулалық кристалдар өте жоғары балқу температурасына ие. Берік әрі өте қатты және қарапайым еріткіштерде ерімейді. Кейбіреулерін қоспағанда макромолекулалық кристалдар электр тоғын өткізбейді. Өйткені барлық валенттік электрондар коваленттік байланыс үшін пайдаланылады. Кремний диоксиді немесе кварц реттелген макромолекулалық құрылымға ие, алайда Цельсий бойынша 1600 градустан жоғары температураларда ол кремний мен оттегі атом тізбектеріне ажырап балқи бастайды. Тұтқыр балқыманың бірден салқындатқанда атом тізбектерінің реттеліп орналасуына уақыт болмайды да, атомдар бей-берекет байланысады. Пайда болған аморфты қатты дене кварц шынысы қатты әрі берік болады. Онда кәдімгі кристалдық кварцтың ішкі құрылымындағындай реттілік болмайды. Шыны өнеркәсіптік және техникалық маңызы зор материал. Ол кварц, натрий оксиді және бор оксиді сияқты компоненттерді балқыту арқылы жасалады. Шыны бояу үшін өтпелі металл оксидтері қосылады. Мысалы, жасыл шынының құрамында темір оксидтері болады. Ал кобальт оксиді қосу арқылы шыныны қою көк түске бояуға болады. Шынының нақты балқу температурасы болмайды, бірақ температура артқан сайын шыны біртіндеп жұмсара береді. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.